Тігінші туралы әңгіме. Шын Машын қаласында бір тігінші тұрушы еді. Ол бір жарқылдап күліп ойнап, көпті өзіне дос тұтатын сері жігіт болатын. Бір күні әйелін ертіп базарға шықты. Базарда белі бүкір бір құныс адам жүр екен. Бойы бір қарыс, сақалы екі қарыс. Оның сыртқы пішінін көріп жұрт шек-сілесі қатып күліседі. Тігінші оның түр-тұрпатын тамаша қылып, үйіне апарып сөйлесіп күлгісі келді. Бүкірді үйіне шақырды. Оны қабыл алып бүкір еріп жүр. Оған бергелі базардан қуырған балық, түрлі жемістер алды. Үйіне келіп, әйелі үшеуі тамақ жеуге отырды. Бүкір бір кесек балықты аузына салды да, бір қылған тамағына қадалды. Қанша қақырынып қозғайын десе де қозғалмады. Қадалған сүйек нығызданып, қадалған үстіне қадала берді. Өзінің бүкір белі онан сайын бүктеліп, басын ішіне алған кірпік шешендей бүктелді де қалды байқұс. Әңгіме осыған жеткенде жат Шахризада. Қалғанын ертең айтарсың, деді патша. 26-шы түн. Ей ұлы бақытты патшам, бүкір бүктелген бойымен өліп те кетті. Тігінші қастан өлтіргендей болған соң қорқайын деді. Оған әйелі, несіне сасасың? Ақынның төбі тисе басыңа, жаман іске жуылма. Кіріп кетсең ішіне, кіріс белді буына дегені қайда? Енді не істеу керек, деді сасып тұрған тігінші. Мына бір көрпешеге ора да артыма ер. Есебін мен табайын, деді әйелі. Бүкірді бір көрпешеге орап, бала сияқты көтеріп алды. Әйелі алдына түсіп жүре берді. Тігінші, қайда барасың деген кісіге, мына бір баласы құрғыр ауырып қалғаны, соны тәуіпке апарамын, деді әйел. Қалада белгілі еврей тәуіп бар еді. Қатын соған әкелді. Келіп тәуіптің есігін қақты. Оның алдында қызмет істейтін қызы шығып, кісілерге жолықты. Әйел қолына ұстап тұрған жарты ділдәні қыздың қолына ұстатып, тәуіпке беріңіз. Мына баламыз ауырып, емдеткелі келіп едік. Шығып баламызды көрсін, деді. Жарты ділдәні көрген тәуіп жүгіріп далаға шығып келе жатқанда, есіктің сыртына бүкірді сүйей салды әйел. Асығып есік ашқан тәуіп бүкірді екпінмен ұшырып жіберді. Қапы қалған кісі болып, әйел, қарашығым, жалғызым баламай, векер жаның шынымен ұшпақшы болды-ау деп шыр ете қалды. Сасқалақтаған тәуіп көрпешеге қолын тығып жіберіп, ораған денесінің жүрегін ұстады. Жаны жоқ, суынып қалды. Үрейленген тәуіпке қарап әйел, тәубәкәй, қастығымыз жоқ кісі едік, баланың науқасы дендеп кеткен соң, көрсеткелі әкеліп едік қой, сіз де байқамай өліміне ортақ бола қалдыңыз. Біз Құдайдың қазасы деп қоя салар едік-ау. Егер мұсылмандар ертең біле қалса, сынықты сылтау қылып, мұсылманның баласын кәпір өлтірді, әдейі кәпірлігі ұстап өлтірді деп сізге сойқан салады ғой. Біз сізге қастық ойламадық, осы өлікті есебін тауып, өзің жоғалта ғой, деді. Сасып қалған тәуіп, я Харун, жар бола көр, деп ол пайғамбарларын аузына алды. Тігінші баланың мүддесіне қош айтқандай болып, көздерін жалған жастарын сүртіп, шығып кетті. Сіз тұрыңыз тәуіп, көтер мына өлген баланы, деді тәуіптің әйелі. Бәледен ертерек құтылуға асығып. Қайда апарамыз, деді тәуіп. Не қайдасын сұрайсың, мына үйдің төбесіне шығарайық. Жанымыздағы қорада мұсылман көршіміз бар. Ол сұлтан асханасының азық түлігінің бағушысы. Сарайында ет, май тұрады. Соның жанына апарып сүйей салайық. Етке келген ет, мысықтар жеп кетсін, деді. Бұл ақыл тәуіптің де көңіліне қонды. Әйелімен бірлесіп өлікті көтеріп, үйдің төбесіне шықты. Арқанмен салбыратып, ет тұрған сарайдың жанына сүйеп қойды да, үйіне келіп түк көрмегендей болып жата қалысты. Тігінші әйелімен үйіне қайтты. Күлкі үшін жаратылған бүкірдің өлігі онымен аяқталмады. Ет қойған сарайдың жанында тұрып, тағы да бір жаңа оқиғаға кездесті. Бір кезде ет күзетшісі үйінен шықты да, жарық шамын жарқыратып сарайын айналды. Сарайға жабысып тұрған адамды көріп, шамын өшіре қойды. Аяғын ептеп басып, тұрған кісіге жақындады. Иттің ғана баласы, деді ол ішінен. Мен толып жатқан май мен етімді жоғалтып,
ит пен мысықтан көріп жүрсем, бәрін ұрлап жүрген осы екен ғой. Бұйырса қолға түскен жерің осы болды. Тұрған жеріңде жалпайтайын деді. Қолына ұстап келе жатқан баланың басындай таспен былш еткізіп ұрып жіберді. Ашу араласқан күшпен жіберген тас сарт ете қалғандай, сүйіп қойған бүкірдің өлігі қалпақтай ұшты. Күзетші ентелеп жетіп келсе, жаны әлде қашан желге мініп, желіп кетіп қалды. Әттеген-ай, деді ол. Ашу дұшпан, ақыл дос деген осы екен ғой. Мұның әкесінің басындай таспен ұрмай-ақ неге ұстап алмады? Неғып жүрген адам екенін білмей, өлтіріп алғанымды қарашы. Баяғыдан бері ұрлап жүрген еті бойына қот. Оның үстіне мені өлімтігіне жауапты етіп кеткен-ай бұл иттің деп өкініп, көп ойлап отырды да, қой құрсын тәпәл. Өз басым аман қалатын жағдайды қарастырайын деді. Өлікті иығына салып, адам сирек жүретін көшенің қара көлеңке жеріне әкелді де, ағашқа сүйеп кетті. Ол қалада мұсылман, еврей, одан басқа насрани ұлтыда тұрады. Соның бірі патшаның көршісі еді. Арақ шараптан аузы босамайтын маскүнем біреу болатын. Араққа тойып алып моншаға түсу үшін үйінен шықты. Монша жолы өлікті сүйеп кеткен көшемен тұспа түседі. Қара көлеңкелеу жерде өзіне шап бергелі тұрған кісіге көзі түсіп, «Әй оңбаған, мынаны қарашы!» Состиып тұрғанын. Базарға келген қыстақ кісілерін бөркін алып қашып жаман үйренген көшенің қу балалары ғой бұл. Енді маған да соны істегелі тұр, деп баланы бас салды. Төмпештеп ұра жөнелді. Мас кісі оның өлі тірісін де байқамады. Бір кезде қараса, өлі тышқанмен ойнаған мысықтай денесі суынған бір денені мыжмалап жатыр екен. «Ойпыр-ай, мынаған не болған?» деді ол. Төсінің томпайып шыққан сүйегін сипап. Қолы құрғыр, шошқаның ұры баласына бата тиіп, төс сүйегін бүктеп ақ жібергені ме? Бұл құрғыр тірі тұрғанда ғана тиындық құны жоқ. Өліп қалса патша сұлтанның барып тұрған ардақтысы-ау. Әлі бұл. Жазықсыз неге өлтірдің? Мен патша болып тұрғанда шыбынның, қатының, құмырсқаның аяғын жан сындырып көрген бе? Бұл адамның өлгені менің әділетіме кір келтіреді. Мүсәпірге жәбір бергені үшін өлтірем деп басымды сыпырып алмай ма? Бұл бетбақтар. Олардың мұндай жерде қанды елеп балшық илегендері есінен шығып кетеді деп сездеп түрегелгенінде көшені аралап жүрген мұршап жетіп келді. Бір мұсылман баласын өлтіріп тұрған насрани ұстады. Құдайдың бірлігін білмейтін кәпір, неге өлтіресің бұл мұсылманды? Ұры, нанбасаңыз қараңыз, көшені құртқан ұры балалардың бірі деп дәлелдей бастады насрани. Мұсылман ұрлық қыла ма? Жауыз, жүр әкімге деп айдап ала жөнелді. Ей кәпір, мұның не? Бір мұсылманды шейіт қылғаның қалай, деді басшы. Рахымды қазайыр, менің де аяғымды қырсық шалғалы көп уақыт болды. Мынау бір сорлы екен, алғаш барып бір жұдырықпен тартқанымнан ақ өліп кетті. Бұл қателік әрине менен тақсыр, кешіріңіз деді. Басшы рахметерлік рай болмады. Сол түні өлік пен насраниді үйіне қамап шығып, ертемен базар ортасында дарды орнатқызды. Мұсылманды жазықсыз өлтіргені үшін өлім жасасына бұйырылсын, мал мүлкі қазынаға түссін деп бұйрық етті. Насрани ағаштың төбіне әкелініп, мойнына жуан арқан ілінді. Ал тарт деген бұйрық та берілді. Қанғанақтап базарда аралап жүрген сұлтанның ет күзетшісі дарадың төбіне келді. Бұл не деді? Қанға үймелеген шыбындай құжынаған елге. Мына бір мұсылманды өлтірген насраниді дараға асқалы жатыр. Ойбай-ау, оны мен өлтірдім ғой. Бұл сорлыны неге күйдірдіңдер оған? Сен қалай өлтірдің, деді жалаңдаған жендеттердің бірі. Түнде етті ұрлайын деп сарайға жабысып тұрған жерінде таспен бір салдым. Сол жерде сілейіп қалған. Ендеше Құдай берді. Етті сылтау болып ұрыны өлтірген осы адамды өлтіріңдер. Ал насраниді босатыңдар, деді. Арқан майлы мойнынан босап, ақта өгіздің мойнындай қылқиған арық күзетшінің жіңішке мойнына түсті. Арқанды енді тартқалы тұрғанда тәуіп келді. Нақақ өлейін деп тұрған күзетшіні көріп, жендеттер, осыны өлтірген мен едім.
Нақақ біреуді өлтіргеннен маған келетін қандай пайда бар? Адамдық шындықта ғой, шынды айту керек. Бұл бір ауырып маған көрінгелі келген байқұс еді. Есігіме сүйеп қойған жерінен есікті қатты ашамын деп өлтіріп алдым. Бәсе, солай болу керек, деді басшы. Бұл еврей мұсылманға қанағас, кәпірлігі ұстап қағып өлтірген екен. Енді осының өзін өлтірген жақсы. Сал арқанды, деді ашулы дауыспен. Арқанды мойнына сала бергенде тігінші келіп арқанға жармаса түсті. Өлтірген кісіні өлтірсең, мінекей, мені өлтір. Нені балық беріп қақалтып өлтірген мен. Босат жазықсыз кісілерді, деді. Кісіден кісіге ауысып түсіп тұрған арқан соңғы кісіге де бөгелмей, тігіншінің мойнына түсіп, өлімге сол лайықты болды. Ол бүкір патшаның алдында күлдіріп, түрлі ойын көрсететін сайқы мазағы еді. Бір мәжілісте арақты көп ішіп, мас болып базарға шығып кетіпті. Сонан қайтып патшаға көрінбей кетіп, тегін күлкісін тоқтатқалы біраз уақыт болған. Іздеп жүрген кісілері базарға келіп, өліп қалған күлдіргішіні көрді. Барлық жай жапсарын сұрап, жазықтылар мен өлікті патшаның алдына әкелді. Өлім тұзағының ақыры келіп түскен тігіншіге патша арыстандай ақырып, қаһарын шашты. Оған басқа өлтірдім деуші үшеуі реніш кейпін көрсетіп, тақсыр, өлтірген біз ғой, бұған неге қаһарыңызда айрықша төгесіз десті. Патша не қыларын білмей, айран асыр болды. Тақсыр, осы қоныстың әңгімесіндей оқиға болып көрді ме екен, деді отырған орда кісілерінің бірі. Патша кім біледі дегендей жан жағына қарады. Бір кезде болған әлдене уақиға келіп ойына түскендей насрани тамағын кенеп, тақсыр, құлақ салсаңыз мен бір әңгіме айтайын. Ол бұл уақиғадан да қызық. Сөйле, тыңдап көрейін, деді патша. Насранидің айтқан әңгімесі. Мен осы қалаға өзімнің туған жерімнен келгенде көп дүние әкелдім, тақсыр. Туған жерім Мысыр қаласы болушы еді. Әкем саудаласқандарды келістіруші, делдал болатын. Менің де табысым әкемнен асып түспесе кем болған жоқ. Бірақ Мысырға қайтып бармай, төздәм көтерілмей, қалаңызда тұрып қалған. Әкем өлді. Оның саудада дәнекер қылып жүрген таныс саудагерлер мені делдал қылып алды. Бір күні алдыма жұпыны киімді, бет ажары дәулетті кісідей біреу келді. Құрметпен жоғары отырғызып күттім. Ол қалтасынан бір түйір асыл тас шығарды да, қалаңызда осы тас қанша тұрар екен, деді. Мен, жүнстерді болар, дедім. Олай болса, деді жігіт. Осыны алушыларға көрсетіп сат. Азық базарындағы мен жатқан үйге алып кел. Менің осындай тастарым бар, деді. Мен базарға алып шығып, 120 ділдаға саттым. Алушылар шұбырып соңыма ерді. Азық базардағы үйіне келсек, жігіт күтіп отыр екен. Бір үйдің есігін ашты да, 50 бөлек тасты алып шықты. Оларды сатып болған соң, алушылардың берген алтынын өз бойында сақта. Егер маған ақша керек болса, сенен алып сұрайын. Сатылған әрбір тастан өзіне 10 делдалақы ал, деді. Мен сүйінгеннен кісінің қолын сүйіп алдым. Қыруар ақшаны саудаға жүгіртіп, аз күнде 1000 ділда пайда істедім. Ол жігіт бір айға шейін көзіме көрінбей жоғалып кетті. 2 ай өткенде үстіне қымбат бағалы тастардан асыл киімдер киіп, үйіме келді. 2 беті алмадай қызарып, маужырап нұры тамып тұр. Жайдары жарқын көзі күлген гүлдей, ашылып жүз қолып тұрған гүлдей. Тұнжыр көз қалам қасты мұрны түсте, не құры жаннаттағы не періште. Мен орнымнан қалай тұрғанымды білмедім. Қанатымды құстай жайып құшағыма алдым. Қолын сүйіп дуа оқыдым. Теңгелерін әкеліп алдына қойдым. Ол, сіз асықпаңыз. Бір қатар істейтін істерім бар. Соны бір жайлы қылып алайын. Сонан соң алармын. Қазір сізде тұра берсін, еді. Мен бұл бір дүниені суғып шашып, қоңғып суырып жүрген сақи болар деп ойладым. Мұндай кісіні төбеме көтеріп, жанымды жолына тартып, сыйлап тұру міндетім деп серт қылдым. Ол аз отырып, шығып кетті. Оның алтындары мені көктемдегі сел қойған көлдің суындай көтеріп шалқытты. Бір жыл өткенде жігіт қайтып келді. Үстіндегі киімі бұрынғысынан әлде қайда түзеліп, жібек,
Мақпал Шұға екен. Мен қонақты сыйлауға кірістім. Сіз мені қонақ қылсаңыз, өз ақшамнан шығарыңыз. Егер өз жаныңнан шығарып күтетін болсаңыз, асыңды ішпеймін деді. Мен әбден жақсы досым. Қаржы кімнен шықса да отырып, ас ішсеңіз болғаны дедім. Астың неше түрісін даярлатып, дастарханға отырдық. Ет пен шарап та болды. Қонақты кісінің ежелгі кәдесімен ас салуға ұсынды. Ол оң қолын қозғалтпай, сол қолымен тамақ ұстады. Мен бұл күнге шейін көріскенде, қай қолын ұсынатынын байқамаушы да едім. Бұл қалай деп ойладым да қойдым. Тамақ ішіліп дастархан жиылған соң әңгімеге кірістік. Мен: «Мырза, сіз асты сол қолыңызбен жеуіңіз қалай?» дедім. Ол оң қолын жеңін түріп, қолын шығарып: «Мынау ғой бұл» деді. Тұжырып кескен таяқтай қолының бүрісіп біткен, басын буыннан кесіп тастаған білегін көрсетіп, мен таңырқадым. «Таңғалма досым, бұл қолдың кесілуіне өзіне жарасар себептері бар. Енді саған айтуға тура келеді» деді. Мен қонағымның әңгімесіне құлақ салдым. Достым, шолақ жігіттің әңгімесін тыңдағыңыз келсе, міндетті түрде каналыма жазылып, қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Себебі келесі шығарылымда осы әңгіменің жалғасын айтатын боламын.